Сәлем достар, бүгін сіздерге әжемнің үйреткен майсөктің жасалу жолын бөлісемін. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бізге бір шыны тары керек. Бөлек ыдысқа салып, үстіне су құйып, оны жуып аламыз. Сосын сүзгішпен сүзіп аламыз. Осылай 2 рет жуып аламыз. Сүзіп алған тарымызды қазанға саламыз. Оның үстіне бір шыныға толмастай су құямыз. Үстіне бір шыны сүт құйып пісіреміз. Суы тартылғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырамыз. Өз талғамыңызға қарай қант қосасыз. Тарымыз пісті, енді оған кілегей қосып араластырамыз. Майсөгіміз дайын болды. Енді оның үстіне кілегей жағып, тұтына берсеңіз болады. Видео ұнаса, лайк басып, құнды пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Каналға жазылып, қоңыраушаны басуды